Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеолар туралы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Лимон құрамындағы дәрумендердің мол болуына байланысты, оның адам ағзасына тигізер пайдасы өте зор. Жалпы лимон бактерияға қарсы және иммунитетті жақсарту әсері жөнінен бірінші орында. Лимон С дәруменіне өте бай, ал ол қыс мезгілінде иммунитетті жоғарылатуда, әртүрлі тыныс жолдарының ауруларында көп септігін тигізеді. Біле білсеңіз, 100 грамм лимонда 150 грамм С дәрумені бар, ал ересек адамға тәулігіне 60 грамм С дәрумені қажет. Лимонның барлық пайдалы қасиеттері оның ішкі жұмсағында. Дәл осы жұмсағында дәрумендер көзі жинақталған. Құрамындағы калийдің маңыздылығы соншалықты жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын реттейді. Яғни қан қысымы жоғарылаған науқастарға жүрек инфаркті, инсульттің алдын алуға пайдасы зор. Жүкті әйелдерге де аса қажетті өнім, себебі оның құрамындағы жоғары мөлшерде С дәрумені бар, және бұл әсіресе жүкті әйелдердің токсикоз кезінде өте пайдалы. Сол кезде бір тілім лимонды күніне бір рет жесе басталады. Ескерте кететін жайт, асқазан ішек жолдарының созылмалы аурулар бар әйелдерге қолданбағаны абзал. Лимонды шаймен бірге ішсеңіз пайдасы өте көп. Оның қасиеті ағзадағы артық жинақталған заттарды, шлактарды шығарады және өзіңізді тыныштандырып, жақсы көңіл күй сыйлайды. Таңертең тұрғанда бір тілімін шайға салып ішсеңіз, сіз өзіңізді күні бойы сергек әрі жеңіл сезінетін жүретін боласыз.